Ассалаумағалейкум достар. Тарихта шелек жер сілкінісі деген атпен қалған 19 ғасырдың аяғындағы алпауыт жер дүмпуі қазіргі Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданы Шелек ауылының маңайында болған. Жер сілкінісін Қазақстанның Ақмола облысы, Павлодар облысы, Солтүстік Қазақстан облысы, Шығыс Қазақстан облысы, Алматы облысы, Жамбыл облысы, Оңтүстік Қазақстан облыстарына сезілген. Сонымен қатар көршілес жатқан Ресей территориясына дейін барған. Оңтүстігінде көрші Қытай Республикасы және көрші Қырғызстан және Өзбекстан территориясына дейін сезілген. Бұл алпауыт жер сілкінісінен білетініміз, кешегі Астана тұрғындарының айтып жатқан "бізге де жер сілкінісі сезілді" деген сөзінің мәнін енді түсінген сияқтымыз. Яғни бұндай жер сілкінісі 1889 жылы 6 айдың 30 күні қайталанған. Қазіргі Алматы қаласы сол кезде жер сілкінісі эпицентрінен 150 км қашықтықта алыс болғанымен 7-8 балдық шкала көрсеткен. Ал эпицентрінің өзінде жер сілкінісі 10 балға дейін жеткен. 1889 жылы Түркистанский ведомости газетінің номер 30 санында Аристов пен Зенковтың мақаласында жер сілкінісінің қалай болғанын жақсы суреттеп өтеді. Мақалада бұлар жер сілкінген кезде Алматы облысының Қарқара деген жерінде болғаны айтылады. Яғни Қарқара сол кездегі эпицентрден 50 км алыста орналасқан. Жерде жер сілкінісінің өте қатты сезілген соншалықты адамдар мен жануарлар жерде тұра алмаған, бірнеше метрге ұшып кеткенін айтады. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын ағайын.